Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін шарлотка пирогын әзірлейтін боламыз. Құрамы өте жеңіл, оңай жасалатын пирогты жасайтын боламыз. Сіздерге ұнаса комментарий қалдырып, лайк басып, подписка жасауды өтінемін. Менің каналымда сіздерге арналған тегін мастер-классымды міндетті түрде көріп өтіңіздер. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Барлығы да 100% өте дұрыс бір жасағаннан шығатын рецептілер болады. Ал енді осы шарлотка пирогымызды жасауға кірісеміз. Ең алдымен бізге алма қажет болады. Осылай 4 алманы алдым, жуып тазалап, енді ортасында өзегін алып тастаймыз. Бізге оның қажеті жоқ. Енді ортасынан осы алмамызды бөліп, екі түрлі етіп турап алатын боламыз. Кубик етіп кішкене майдалап турап аламыз, және дәл осылай ортасынан бөліп, қырынан осылай жіңішке етіп турап аламыз. Бұны біз ең бетіне пайдаланатын боламыз. Дәл осылай жасасаңыздар болады. Бізге мына жерде 3 алманы бетіне, қалған 2 алманы арасына қосуға турап қоямыз. Енді біз жұмыртқаларымызды саламыз, жуып тазалап, жұмыртқамызды жарып аламыз. Сонан соң шекерімізді қосып, екеуін аппақ болып ағарғанша жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Қол миксері жарайды, бізге миксердің көп қажеті де жоқ. Себебі ары қарай біз лопаткамен жұмыс істейтін боламыз. Мінекей, енді бізге сметана қажет, 20% сметана қосып жақсылап бір араластырып жібереміз. Біркелкі болу үшін ұнымызға разрыхителіміз салып, араластырып, енді осы аппақ болған осы жұмыртқамыздың үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырып, осы лопатканың көмегімен ары қарай жұмыс жасаймыз. Бізге миксердің қажеті жоқ. Мінекей, біздің массамыз біркелкі болды. Енді алмаларымызды 4-5 етіп тураған бөлігін саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Енді біз табамызды алып, астына пергамент қағазын төсеп, осылай табамызды дайындап қоямыз. Майлаудың қажеті жоқ. Осы тестамызды енді ішіне салып, алмаларымыздың жаңа жіңішке етіп тураған бөлігін біртіндеп шетінен бастап бетіне осылай қойып шығамыз. Қатар-қатар етіп қойып шығамыз қиғашынша. Бұл бізге бетіне әрі әсемдік береді. Сондықтан осылай жасасаңыздар болады. Не болмаса бұлай жасамасаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызша. Енді біз 170 градуста пеште 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Ескерте кететін нәрсе, тез қойып, қатты пісіріп алмаңыздар, арасы шикі болып қалады. Мінекей, бізде пісіп шықты шарлоткамыз. Баршаңызға ас болсын.